Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің ашық сабағымыз сіздермен онлайн түрде өтеді. Бүгінгі сабағым 9-шы Т сыныбына ашық сабағым өтіледі. Сіздермен жаңа сабақты өтпес бұрын оқушылар бірінші үй тапсырмасын сұрап алайық. Дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Бірінші кремний қышқылының құрылысы, екінші кремний қышқылының алынуы, кремний қышқылының химиялық қасиеті, кремний диоксидінің физикалық қасиеті, кремний оксиді суда ериді ме, кремний қышқылы қандай тұнба, кремний қышқылы әлсіз бе, әлде өте әлсіз бе? Оқушылар жазып алдыңыздар деп ойлаймын. Осыны сұрақтарды жазып, маған кері байланыс жасасаңыздар. Ал енді оқушылар, бүгінгі біздің ашық сабағымыз, бүгінгі сабақта жаңа тапсырмамыздың аты бүгін сабақтың тақырыбы адам организмнің химиялық құрамы, макро және микроэлементтер. Біздің осы бүгінгі сабақта біліп шығатын оқу мақсатында көптеген мақсаттарымыз бар екен. Бірінші, тыңайтқыштардың атауын біледі екенбіз, адам ағзасының құрамына кіретін элементтердің тізімін және олардың пайыздық құрамын біледі екенбіз. Адамға қажет элементтер ағзаға қалай түсетіндігін анықтайды. Заттар ағзада қандай түрде болатынын және қандай функцияны орындайтынын талқылайды. Ағза құрамына кіретін элементтер және функциялар туралы ақпараттар жинайды. Макро-микро элементтердің маңызын түсінеді. Қазақстанның тамақтану рационына кем дегенде 2 артықшылық және кемшілігін зерттейді. Осыларды бүгінгі сабақта сіздер осы слайдтар арқылы біліп шығасыздар. Ал оқушылар, мына жерде адам ағзасында химиялық элементтердің мөлшерлері беріліп тұр. Мына жерде әрбір элементтің неше пайызы адамның денесінде кездеседі. Мына жерде жазылып тұр. Осыны дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар. Сутек, магний, күкірт, хлор, азот, калий, натрий, кальций, көміртек, фосфор. Осы элементтер адамның денесінде бізде көптеп кездеседі екен, және олардың өздерінің арнайы мөлшерлері, пайыздары болады екен оқушылар. Келесі, химиялық қосылыстардың жиынтығын органикалық және биорганикалық заттар деп екіге бөледі. Органикалық заттар биополимерлер, нәруыздар, майлар, нуклеин қышқылдары, полисахаридтер, көмір, сулар. Ал биорганикалық заттарға тек қана минералды тұздар мен су жатады екен. Органикалық заттар көміртек, сутек, оттек, азот, фосфор және күкірттен тұрады. Биорганикалық заттар жалпы 22 элементтен тұрады екен. Адам жасушасында шамамен 70 химиялық элемент кездеседі. Қазіргі таңда 118 элементтің ішінде 22 элемент қана барлық ағзалар мен ұлпаларда кездеседі екен. Жалпы биорганикалық заттарға неше элемент кіретінін, органикалық заттарға неше элемент кіретінін, осыларды оқушылар білдіңіздер. Келесі слайдымыз ең маңызды органогендер: азот, сутек, көміртек. Адам тіршілігінде маңызды рөл атқарады. Бізде ең маңызды элементтердің ішінде осы элемент бізге өте маңызды рөл атқарады екен. Содан кейінгі 10 макроэлемент еленеді. Ол натрий, калий, кальций, фосфор, магний, темір, тағы басқа. Біздің организміміздің химиялық құрамы минералдық заттардың 2 тобын құрайды: макроэлементтер және микроэлементтер. Макроэлементтерге фосфор, калий, кальций, натрий, күкірт, магний, хлор, тағы басқа организм көп мөлшерде талап етеді. Микроэлементтерге марганец, темір, йод, мыс, мырыш, кобальт, фтор және тағы басқа қажеттілік аз мөлшермен шектеледі екен. Келесі слайдымыз жалпы элементтердің өзін 3-ке бөлініп тұр: макроэлементтер, микроэлементтер және ультрамикроэлементтер. Макроэлементтерге оттек, сутек, көміртек, азот,
фосфор, күкірт, кальций, магний, натрий, хлор деген элементтер жатады екен. Ал микроэлементтерге йод, купрум, фтор, бром, стронций, барий, кобальт жатады екен. Ал ультра микроэлементтерге қанша 5 элемент жатады екен. Бізде көбінесе біздің пайдаланатынымыз қазіргі макроэлементтер және микроэлементтерді біз көп мөлшерде yig'iladi ekanmiz o'quvchilar. Көп мөлшерде пайдаланады екенбіз. Енді келесі слайдымыз сіздермен оқушылар бана макроэлементтердің өзі мен сіздерге айттым, көптеген элементтерге. Макроэлементтерге 13 химиялық элемент жатады екен. Оттек, көміртек, сутек, азот, кальций, фосфор, калий, стронций, хлор, марганец, темір, фтор. Осы 99%-ын құрайды екен адам денесінің. Ал макроэлементтер ұлпаның құрылысы мен осмос қысымының тұрақтылығын және иондық және қышқыл құрамын реттеушілер болып табылады екен. Келесі слайдымыз заттар. Заттардың өзі екіге бөлінеді екен: органикалық және биорганикалық. Органикалық заттарға ақуыз, жұмыртқа, ет, сүт, май, өсімдік майы, жануар майы, көмірсу, жүзім, қант жатады. Мұнай, табиғи газ, пластмасса, бояу. Органикалық қышқылдарға лимон,